Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын Наполеон тортын жасайтын боламыз. Алдағы видеоларым жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Ең алдымен кремімізді дайындап аламыз. Ол үшін құмшекердің үстіне 4 жұмыртқаны жарып салып, жақсылап бір араластырамыз. Одан соң жүгері крахмалын қосып, тағы да бір араластырамыз. Одан кейін ұнымызды бірінші електен өткізіп алып, содан кейін осы креміміздің үстіне біртіндеп салып араластырып отырамыз. Сол кезде түйіртпек болмайды. Одан кейін осы массамыздың үстіне сүттің кішкене бөлігін құйып, араластырып аламыз. Одан соң қалған бөлігін құйып, тағы да бір араластырып, бірден пештің үстіне қоямыз. Орташа отта қоюланғанға шейін осылай араластырып тұрамыз. Сол кезде ешқандай түйіртпек те болмайды және асты да жабыспайды. Осылай қоюланып бүлкілдегеннен кейін оттың астын өшіріп, сары майды салып араластырамыз. Одан соң басқа ыдысымызға осы кремімізді құямыз. Бір қарағанда сұйық болып көрінгенімен тұрғаннан кейін қоюланады және бетіне осылай тигізіп целлофан жабамыз. Толықтай суығанын күтеміз. Енді қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін дайын осындай қатпарлы қамырды 4 бөліктерге бөліп кесеміз. Кесіп алғаннан кейін противенің үстіне пергамент қағазын төсеп, бір-біріне қатты тақамай орналастырып шығамыз. Қызып тұрған 200 градус пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін толықтай суытып, осылай қатпарларын бөліп ашатын боламыз. Шетінен бетіне себуге алып қоямыз және қалған бөлігін креммен араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін шеті алынатын формаға салсаңыздар, ештеңе төсемейсіздер. Ал егер шеті алынбайтын болса, мен сияқты осындай шығып тұратын пергамент қағазын төсеуге болады. Сол кезде алуға жеңіл болады. Барлығымыз формамызға салып алғаннан кейін бетін тегістеп шығамын. Бетін тегістеп, пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 3-4 сағатқа салып аламыз. 3-4 сағаттан кейін крем жақсы сіңеді. Содан кейін тоңазытқыштан алып, бетіне алып қалған тестіміздің үгінділерін себеміз. Мінекей осының өте тез дайындалатын Наполеон тортымыз дайын. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі тез дайындалатын торттардың бірі. Баршаңызға ас болсын.